такой стране, где люди все одна страна, семья, куда ни глянь, кругом друзья. Сәлеметсіздерме, құрметті қонақтар, ұстаздар, оқушылар. Добрый день, дорогие друзья и гости. Бүгінгі мектептің жас азаматтарды, еліміздің нағыз патриоттары, өзгерістерден қағынбайтын, еңбекке құмар, білімге құштар, өзін-өзі жетілдіруге үнемі ұмтылатын, өршіл, қайсар етіп тәрбиелеуді, дәстүрімізді, ұлттық және жалпы азаматтық құндылықтарымызды қастерлейтін, рухани дүниесі, кең тұлғаны қалыптастыруды көздейтін жас ұлан және жас қыран балалар мен жасөспірімдер ұйымы. В этот замечательный день, в преддверии праздника Дня Республики, мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии приема плиты Республиканского общественного отделения и детской юношеской организации «Жас Улан» и «Жас Храм». Целью объединения является воспитание подрастающего поколения патриотами Родины на основе любви и преданности к иностранскому народу, культуре, традициям толерантности и миротворчества, неустанного стремления к знаниям, самосовершенствованию и гармонии жизни с высоким чувством ответственности за причастность к истории Отечества, настоящему и будущему независимого Казахстана. Мемлекетіміздің өсіп-өніп, шыңға жетіп өркендеуі біздің жетістігіміз. Сондықтан бүгінгі салтанатты жиынымызды